Келесі алтта эфир басталмайды. Ойбай мен. Мөлдір сен кеше ешкім кінәламады да, еш нәрсе де деп айтқан жоқ сен туралы. Сен мына жерде әшейін саған, әшейін бүйтіп кішкентай бір нәрсе айтып қойсаң, сен өзің жоқ, мен өзіңді слишком не істеп қоя бересің да бірінші орынға. Бірақ саған тікелей бұяқта ешкім сені кінәлаған да жоқ. Сен әшейін атың аталғаны болмаса, сенің атыңды атаудың өзі болмай кетті да мына жерде. Жоқ, Нұрсұлтан, андай ғой, сіз қазір айтып отырсыз, ешқандай қатысушылар. Ал менің өзімнің жекеме түннен бері жазылып жатқан қаншама смс-тер бар. Сонда менің шықпай жүрген жаным екен деймін да. Мына жерде менің не кінәм бар? Егер де мен Сұлтанмен жолығып, мен онымен кездесіп, мына жерде алып қалсам, ол бөлек әңгіме болатын еді. Ол жерде білмеймін, Диана ханым, бұл жерде Сұлтанның да кінәсі жоқ деп ойлаймын, менің де кінәм жоқ деп ойлаймын. Ол жерде просто Айзаның басқа біліп тұрып қой енді барлығымыз, оны не үшін бізді кінәлап отырсыздар? Диана ханым, нелеген көкірек деймін да, негатив жазылады. Айналайын, негатив имамдарға да жазылады, президентке де жазылады. Диана ханымға суткасына қанша негатив келіп жатыр. Сендерге негатив келсе, ойбай маған жазады сен, халықтың алдында жүрсің ба? Жазады, көтере біл. Кім жазып жатыр? Кішкентай бала, үлкен, көтере оны, по-любому жазады. Сен телевизорға шығып тұрып, по-любому жазылатын нәрсе. Нұрсұлтан, ондай көтеру жағынан, пожалуйста, айтпай-ақ қойшы. Сендер көтеру керексіңдер, мынандайсыңдар деп. Біз онсыз да көтеріп келе жатыр. Сен солай секіруге апарған сенің кесірің дегенде, сіз де көтере алмайтын едіңіз мына жерде. Мен ойлаймын да. Жоқ, мен мына жерде айтам да, қалай ешқандай кінәсі жоқ адамдарды кінәлап, ол тып-тыныш ұйықтап отыр деп мен кәдімгідей таңғалып отырмын, сол ғана менде. Жоқ, сен спокойно жауап беріп отыра бер, өз-өзіңді ақтама. Сен кінәлі емессің ба? Шындық артыңда ма? Саған бүкіл әлем қарсы шықса, шындық сенің қасыңда болса ше, Мөлдір. Саған ешкім абасына доказать етеді. Сен шырылдап жатсың. Іштеңке емес, әшейін сен кінәңде жоқ, атың аталғаны болмаса Мөлдір деген. Сен өзіңді бір кінәлі сияқты өзіңді ақтап отырсың да, ол сөз жерің дұрыс емес. Жоқ, бір жағынан ол таза болған ақтап отыр. Мен Нұрсұлтан сен түсінбедің да, негізі бүкіл кінә да менен болып тұр ғой. Маған Мөлдір келген жоқ қой, мен бардым. Сен жаңа ғана мойындамай отырсың ғой, Сұлтан. Кінә менен емес сендерден депші. Мен үйтіп айтқан жоқпын, Айбат, мен сразу айтқан, мен үйтіп айтқан жоқ, мен айттым, кінә менен де бар дедім. Қазғана сендердің нәрсіне бұл жерде конкретно негізі сен кінәсің. Жаңа хан мен мына кісілерді вообще түсініп отқан жоқпын. Айтып алайын да, сөз бермесеңші. Мен айттым, кінә менен де бар, но в основном сендерден. Менен жоқ кінә, сендерден кінә деп айтқан жоқпын. Кінә менен де бар дедім. Но басым көпшілігі сіздерден дедім. Потому что наяқта ортаға шығып атқан әңгімені ушықтыратым мен емес. Түсінесіз? Ол ушықпайтын болса, мен барлық нәрсені түсіндіруге болады, бірақ барлық адам емес өзіне жеткізе алатын едім. Сен жаңа ғана айттың ғой, мына жерде қатысушылар кінәлі деп. Енді өзім, бірақ сен кінәлі болып тұрсың ғой бұл жерде. Сен білген жоқсың ба, өзің осы отношение саған керек пе еді? Жоқ, болсын ханым, мен айтсам жарайды. Сөзімді бөлмеші. Мысалы, жоқ, не үшін жақтырмай отырсың? Жоқ, мен айтқан жоқпын, ол болсын ханым. Сен өзің сау басыңа сақина тілеп отырсың ғой, мысалы. Осының бәрі саған керек пе еді? Кеше айтқандай кім, Айзаның өзі, кімнің Ақтөренің үміткеріне балаққа жаңағы жабысқан бит құсап деп. Ал енді Айзаның өзі саған анау адамның денесіне жабысқан кене құсап отыр. Келесі алтта эфир басталмайды.